Қайырлы күн баршаңызға. Химия 9-шы сынып биорганикалық қосылыстардың сапалық талдауы бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастырамыз. Оқу мақсаттары келесідей. Бірден тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма. Отшашуларда әртүрлі түстерді шығару үшін металдардың тұздарын қолданады. Берілген суреттегі отшашудан натрий, барий, кальций иондардың түстерін анықтаңыз дейді. Өткен сабақтардан біз білеміз. Натрий жалынның түсін сарыға бояйды. Барий иондары сары жасылға бояйды. Және кальций иондары жалынның түсін қызыл кірпішке бояйды. Келесі тапсырма. Химиялық стакандарда мыс, темір 2 және 3 иондарының тұздары ерітінділері берілген. Осы тұздардың барлығына натрий OH-ты қосқан екен. Суретте көрсетіп тұрғандай натрий OH-ты қосып жатыр. Сол кезде пайда болған тұнбалардың түстерін және құрамын анықтаңыз дейді. Яғни түзілетін тұнбаның құрамы купрум OH 2 еселенген болады. Мыстың барлық тұздарының түсі көк болады. Көгілдір немесе көк. Көк деп жазайық. Енді темірдің 2 түрлі ионы берілген. Олар гидроксид ионды өздеріне қосып алған кезде темір 3 катионы феррум OH 3 еселенген деген құрамда тұнба түседі. Оның түсі қоңыр түсті болады. Ал темір 2 ионнан түзілетін тұнбаның құрамы феррум OH 2 еселенген. Оның түсі жасыл. Жасыл түсті тұнба уақыт өте келе қоңырға өзгереді. Келесі тапсырма. Қосылған иондарға сапа реакцияны анықтайтын реагенттермен қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңыз дейді. Және сәйкес түстермен проверкаларды бояңыз дейді. Бірінші берілген иод анионы. Оған сапалы реагент күміс катионы, күмістің ерімтал тұзы күміс нитратын алсақ болады. Аргентум NO3. Қысқартылған иондық теңдеу енді келесідей болады. Аргентум күміс катионы иод анионымен қосылып, аргентум иод деген тұнба түседі. Бұл тұнбаның түсі сары. Сөзбен жазып қоямын, сарыға бояуға болады. Бояу болса, сарыға бояуға болады. SO4 иондарына сапалық реагент барий катиондары. Барийдің кез келген ерітал түсін алуға болады. Барий хлоридін алып көрейік. Барий 2 плюс ионымен SO4 2 минус ион әрекеттесіп, барий SO4 деген ақ түсті тұнба түседі. Бромид иондарды иодид иондар сияқты күміс катионмен анықтауға болады. Тағы да күміс нитратын алайық. Күміс катионмен бромид анионы аргентум бром деген сары түсті тұнбаны түзеді. PO4 3- фосфат иондарға сапалық реагент тағы да күміс катионы аргентум NO3 ала берейік. Күміс нитратын күміс катионымен PO4 3- анионы аргентум 3 PO4 деген ашық сары түсті тұнбаны түседі. Ашық сары. Реакцияны теңестіріп, аргентум ионының алдына 3 қоямыз. Келесі CO3 2- карбонат ион. Бұны тұнбаға түсіру үшін бізге кальций катион керек болады. Яғни әк суына үрлегенде естеріңізде болса, жасаған тәжірибе. Кальций гидроксиді қосқан кезде кальций иондары CO3 2- иондарымен қосылып, кальций CO3 деген ақ түсті тұнбаны түзеді. Нитрат иондарға сапалы реагент
концентрлі күкірт қышқылы және мыс сымы. Бұның қысқартылған иондық теңдеуі келесідей болады: купрум плюс нитрат ион қосылған H2O4-тің сутек катионы бізге керек болады. Шығады. Купрум 2 плюс қосылған, төменіне жазамын, NO2 газы қосылған H2O. Мына бөлініп тұрған NO2 газы қоңыр түсті болады. Хлорид иондарға да сапалық реагент күміс катионы, күміс нитратын ала берсек болады. Күміс катионымен хлорид анионы қосылып, аргентум хлор деген ақ тұнбаны түседі. Ақ деген сөз. Ақ. Силикат иондарға сапалық реагент бізде сутек катионы, азот қышқылын алсақ болады. Оның құрамында сутек катионымен қосылып, силикат ион. H2 силициум O3 деген бұл кремний қышқылының өзі қатты зат болып келеді. Ақ тұнбаны түседі. Ақ тұнба және реакцияны теңестіріп, сутек катион алдына 2 қоямыз. Неге осындай? Келесі тапсырма. Зертханада белгісіз заттың толық ерітіндісі дайындалды. Алынған ерітіндіге бірнеше миллилитр натрий гидроксидінің ерітіндісін және алюминий фольгасының бірнеше бөлігін қосып, алынған қоспаны спиртжам жалынына тұздырды. Нәтижесінде өткір иісі бар газ пайда болды. Ылғал қызыл лакмус қағазын бөлінген газы бар сынапқа салған кезде көк түске боялды. Белгісіз құрғақ заттың бір бөлігін жанарғын жалынына апарғанда жалын сары жасыл түске боялды. Сапалық талдау нәтижесінде анықталған катион мен анионды жазыңыз дейді. Бұл жерде бұл мәліметті мұқият қарайтын болсақ, бізге белгісіз бір зат берілген зертханада. Және осы белгісіз затпен екі түрлі зерттеу жұмысы жүргізілген екен. Мына жерде біріншісі, мына жерде екіншісі. Қандай зерттеу жүргізілді? Мұқият қарайық. Белгісіз заттың сулы ерітіндісін дайындаған екен. Яғни белгісіз заттың X деп алайық. Осыны еріткен екен. Ерітіндісін дайындап, оған натрий гидроксидінің ерітіндісін қосқан. Және алюминий фольгасының бірнеше бөлігін қосқан екен. Яғни бұл қатты. Осы кезде алынған осы қоспаны спиртжам жалында қыздырған екен. Қыздырған кезде өткір иісті газ пайда болды дейді. Өткір иісті газ біз білеміз аммиак екенін, NH3. Және осы газға лакмус қағазын дымқылдап алып, осы газға ұстаған кезде ол көк түске өзгерді дейді, боялды дейді лакмус қағазы. Демек, бұл действительно аммиак болып тұр. Яғни лакмус қағазын ылғалдаған кезде бұл газ лакмус қағазындағы сумен әрекеттесіп, оны өзіне қосып алып, аммоний гидроксидін түзіп тұр. Ал бұл дегеніміз сілтілік ортаны көрсетеді. Яғни индикатор қағазын көк түске өзгертеді. Демек, біздің берілген газымыз аммиак болып тұр. Екінші зерттеу жұмысы бойынша қарайтын болсақ, белгісіз заттың құрғақ түрін алған. Құрғақ заттың бір бөлігін жанарғын жалынына апарғанда жалын сары жасыл түске боялды дейді. Яғни осы белгісіз затты құрғақ күйінде апарып жалынға ұстаған кезде сары жасыл дейді, түске боялды дейді. Жалын сары жасыл ол бізде барий катиондарын білдіреді. Демек, біздің катионымыз барий. Енді осыдан барийдің қандай тұзынан аммиак түсуі мүмкін? Яғни аммиакты беретін бізге азот, демек нитрат ион болып тұр. Ол нитрат ион болып тұр. Тұздың формуласы және атау дейді. Сонда бізде барий катион мен нитрат ион анионнан барий NO3
екі еселенген деген тұз түзіледі. Бұның аты барий нитраты. Барий нитраты. Так, яғни мына реакция қалай жүрді? Демек бізде барий нитратының ерітіндісін натрий гидроксид ерітіндісін қосып және алюминий фольгасын салып қыздырған кезде аммиак газы бөлінген екен. Және бізде барийдің өзі түзіледі және натрийдің алюминаты газы түзіледі. Натрий алюминий O2. Кешіріңіз, натрий алюминат тұзы түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, так, натрий алюминин алдына алып қояйық. Наш аммиак бізде 2 және 6. Реакциямыз теңесті. Бұл реакцияның қажеті жоқ, сіздерге түсінікті болу үшін жазып жатырғаным. Енді ары қарай берілген ерітіндіде катионды қандай сапа реакция көмегімен анықтауға болады дейді. Катион деп тұрғанымыз мынау барий 2+. Барий 2+ке бұның алдындағы тапсырмада қарастырғанымыздай сапалық реагент SO4 2-. Яғни екеуі қосылып барий SO4 деген ақ тұнбаны түзеді. Неге? Тапсырма осылай орындалады. Келесі. Берілген есеп екен. Құрамында 11,1 грамм кальций хлориді және 35 грамм қорғасын 2 нитраты бар ерітіндіні қосқанда түсетін тұнбаның массасын есептеңіз. Бұл жерде есеп әрекеттесуші заттардың біреуі артық алынғанда дегенге беріп тұр. Яғни әрекеттесіп тұрған кальций хлоридінің массасы беріп тұр 11,1 грамм және қорғасын нитратының массасы 35 грамм. Яғни екеуін қосқан кезде түзілетін тұнбаны шығарып алайық. Бізде ол тұнба қорғасын хлориді, плюмбум хлориді аз еритіндіктен тұнба болып есептеледі және бізде түзіледі кальций нитраты. Кальций NO3 2 еселенген. Хлорымыз екеу, NO3 екеу, реакциямыз тең. Енді әрекеттесіп тұрған екі заттың қайсысы артық берілгенін анықтау үшін біз зат мөлшерлерін тауып алу керекпіз. Кальций хлорикінің 71 қосылған 111 грамм малярлық массасы. Малярлық массасын қарап жатырмыз. Және мұнда 331 грамм. Енді зат мөлшерлерін табайық. Кальций хлор 2-ның зат мөлшері. 11,1 граммды 111-ге бөлеміз. 0,1 моль шығады. Және қорғасын нитраты 35 граммды 331-ге бөлген кезде 0,105 моль шығады. Реакция теңдеуіне қарайтын болсақ, әрекеттесіп тұрған екі тұзымыз бірде бір қатынаста әрекеттесіп тұр. Яғни 1 мольда 1 моль. Демек, реакция теңдеуі бойынша екі тұзымыз бірде бір қатынаста әрекеттеседі. Ал есептің шарты бойынша олар 0,1-де 0,105 болып әрекеттесіп тұр. Демек, реакция теңдеуі бойынша 1-де 1 болса, ол 0,1-де 0,1 әрекеттесу керек. Демек, мынау артық алынып тұр. 0,05-ке артық алынып тұр қорғасын нитраты. Сондықтан есепті біз қорғасын нитратымен жүргізбейміз. Артық алынған зат реакцияға толық түспей артылып қалады. Сондықтан есепті бұнымен жүргізсе қате шығады. Сондықтан аз алынған кальций хлоридімен біз есепті жүргіземіз. Сонда реакция теңдеуі бойынша кальций хлориді 1 моль, табатын тұнбамызда 1 моль. Демек, екеуінің зат мөлшерлері тең. Сонда іздеп отырған тұнбамыздың
плюмбум хлоригі. Бізде отырған тұнбамыздың зат мөлшері де 0,1 моль болды. Олай болса, біз оның массасын таба аламыз. Ол үшін бізге мольдік массасы керек тұнбаның. Ол бізде 278-ге тең. Енді массасын табуға болады. Масса дегеніміз зат мөлшері көбейтілген мольдік масса. Зат мөлшері 0,1 моль. Көбейтілген мольдік массасы 278 грамм бөлінген моль. Моль мен моль қысқарады. Тең болады 27,8 грамм. Сонда түзілген тұнбаның массасы 27,8 грамм екен. Мінекей, осы тапсырмалардың барлығына дескриптор бойынша 20 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.